Qoyanның айласы. Bir күні алыс сапардан шаршап болдырып келе жатқан түлкі жол жағасында жортақтап жүрген қоянды көріпті. Сонан соң түлкі ауырған болып қоянның жолына сұлай кетеді, оны қасына шақырады. Қоянжан ау қоянжан, неге сонша жортасың, менен неге қорқасың? Бала жастан бір көскен, тоғайдың дәмін бір жескен көрші емес пе едік? Мен ауырып жатырмын, халімді неге сұрамайсың? Жақынырақ келші, қоштасалық ең болмаса депті қылымсып. Сонда қоян, ей, құлағым сөзіңді, ек көзім өзіңді, сені жұрт етті жақсы көреді дейді ғой, сол рас па деп сұрайды. Ол рас, жалғаны жоқ дейді түлкі кінәсін мойындағандай болып. Тіпті ет жемесем басым ауырады. Ол әдет еді, енді қайталана қоймас. Міне, мен сол әдетіңнен шошимын. Иә, соған өзімде қынжылып жатырмын. Кеше бір тауық жеп едім. Кейін оның жастығына жаным ашып, жылап та жібердім. Өйткені оның да мына дүниеде тірі жүргісі келеді ғой. О, шіркін тіршілік-ай деп күрсініпті түлкі. Қоян қиястанып, сен оны өлтірмей тұрып не ойламадың деп сұрапты. Сонда түлкі, мен дәл сол жерде ойлауды ұмытып кетіппін. Қазір жаныма батып ауырып жатқанымда соның өкініші депті ыңқылдап. Ұмытшақтық деген жаман ғой. Мен де сол ұмытшақтықтан қорқамын. Сондықтан да ешкімге жоламай жортамын деп қоян өз бетімен кете барыпты.